Всем привет, достар! Баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге бизнес класты көрсететін боламын. Бірінші рет бизнес классымен ұшайын деп тұрмыз. А президентский партия тоже елка қойыпты ғой. Красиво тоже. Я снимаю тебя, красиво. Блог снимаю. Елка. Вау, үлкен елка, да? Кеттік енді, жүр папаға барамыз. Папа қайда папа? Папа, кеттік, жүр папаға барамыз. Как можно увеличить? Мама. Отырдық. Ау. Науште бизнес класста бір жақ жері. Кенде екен. Бизнес класста кенде екен. Жүріп жатырмыз. Темір үшін биліктің доғасына салып, бекітіп, тығыз байлаңыз. Шешу үшін темір бекітпенің қақпағын көтеріңіз. Ой. Как раз... анау екен ғой. Бизнес класста бір жақ жері. Осындай меню береді. И меню таңдайсыз, өзіне келеді. Бизнес класста осындай наушниктер береді екен. Давай наушники, ну-ка, покажи. Да, осындай наушниктер. Экономда обычный наушник, а бизнеста осындай наушниктер. Прямо күшті. Бізге ұнап жатыр. Ну-ка, сөйле. Амина сөйлеп сен жасың қаншада? Где ма? Сен атың кім? Анаған сөйлесе, ана атың кім сен? Айт, Амина. Ана. Нет, оны ауызға салма, болмайды. Да, Амина деп айтсай. Амина. Папа қайда папа Амина? Где папа? Амина, қараса папа. Амина, ой, бұзық. Өзі шашып, өзі жиналады. Отсюда видно город чуть-чуть. Длинная дорога. Осындай перекус или бизнес-ланч. Пешкас. Мына екеуміз тамақ ішіп жатырмыз. Ну, вот Даулетчика. Как называется кишка асла? Аминка, он не ол. Қандай күшті бизнес-класс, прям кең, свободно отырмыз. Бірақ тамақ ішеміз. Это просто паки. Даулет өзіне вино заказ берді. Ой, еще раз. Экранға фук десе. Как тебе вино? Kana Amina. Семба. Бизнес класста тамақ жейтін жерде осындай жер бар екен. Мынаны былай ашасыздар. Потом мынаны былай көтересіздер. Осылай көтеріледі. И Амина. Еще алдыға жылжиды. И бұл газ 2 рет ашылады. Потом былай түсіресіздер. Үстелшілерімізді И потом орындықтың арқасында осылай. және терезе Получается, осылай ашылады. Барлық қол жүгіңіз Удобно прям, что қайтадан жабылады. Короче, былай алдыға жылжиды. Артқа жылжиды. Давай, Амина, қайтадан орнына собираем. Қолымды тарт, Амина. Так, давай сен кішкене төменге түс. А мен қайта собираю.
Уважаемые дамы и Ашамыз. господа, просим вас подготовиться к снижению. мына жерде кнопка бар. Осы кнопканы бассаңыздар, сіздердің отырған орындықтарыңыз университетке жатып кино көрулеріңізге болады. Как, например, как Дәулеттің сияқты. Дәулеттің кажет барша? Вот так. Кнопканы басады, екі қаттан жауады. Прикольно. Уже біз Шымкентке келдік, так, да, қараңғы, бірақ ештеңе көрінбейді. Осы жерде осындай кнопка бар. Егер осыны бассақ, ол жаққа көтеріледі, и осыған біз киіп ілсақ болады. Мына қайтадан орнына бассақ, қайтадан орнына келеді. Осы. Да. И прям ара қашықтығы өте алыс, удобно. Су Шымкентке келдік. Мен Шымкент үстінен қараған кезде көрдік. Үстінен қараған. Дәулет багаждарды алып тұр. Біз Амина екеуміз күтіп отырмыз. Шымкентке келдік. Нина. Вот и Дәулет. Аминаны ұстап алам. Біз Шымкентіміз. Прогулка жасап жүрміз. Амина, Дәулет үшеуміз. Дәулеттердің тұрған районында. Өте бәрі жақын. Қандай район деп аталады, Дәулет? Магазиндер, мини-маркеттер барлығы жап-жақын күшті екен. Бізге ұнап жатыр. Ой, бүгін суын алмадық біз. Қазір Арбатқа бара жатырмыз. Арбат тоже жақын, пешком бара жатырмыз. Площадь, то есть. Ой, тоже жүретін боламын. Таңертең погода күшті болып тұр. Шымкентте прям күн суық емес. Нормально киініп алған. Мен сол шапкамды ұмытып кеттім, поэтому капюшон киіп алдым. А так в целом күшті. Бізге ұнап жатыр погода. Жел жоқ. Шымкентте бір жақсы жер маған ұнағаны. Алматымен разницасы суында екен. Как будто сулары мягче, что ли. Алматыда жесткий сулар прям ондай. Тогда бетіңді жуасың, бет сразу қабыршақтанып құрғақ кетеді. А когда Шымкенттің сумен жусаң, ондай болмайды. Влажность көп. Арбатқа келдік. Арбатта осындай стеклянный туалет бар екен. Ішіндегі барлығы все видно. Бірақ когда ішіне кіресің, там какая-то кнопка басасың и сразу жабылады. А қалай со стороны все видно. Амина, бұл тас алып жатыр екен ғой. Прикольно көрінеді, да? Осындай туалет. Мен алдында тоже ютубтан көрген болатын осыны, бірақ басқа елден. Ойламадым, что Шымкентте осындай бар екен деп. Арбаттағы елка. Күндіз осылай көрінеді екен. Наверное, түнге қарай әдемі көрінеді. Амина, кеттік жүр. Арбат. Мына раньше парк болған. Ол паркты бұзып тастапты. Әлі ремонт жүріп жатыр, кажется. Ішінде осындай каток бар екен. Наверное, ночью красиво будет. Үстінде гирляндалар. Прикольно көрінеді. Раньше каток болмаған. Осы жылы каток қойыпты.